Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз шашқа арналған резинка тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге осындай жұқа мата керек болады. Және де көптеген матаның түрлері де жарай береді. Ал енді бұл жерде матаның жалпы ұзындығы 50 см. Бұған кез келген резинканы тақсаңыздар болады. Резинканың ұзындығы 20 см. Ал матаның ені 10 см. Бұны қалауларыңыз бойынша 15 см, 20 см-ге дейін жасай берсеңіздер болады. Матамызды сыртқы теріс жағын сыртына қаратып, ішкі оң жағын ішіне қаратып, екіге бүктеп, оның шеткі жақтарын тігіп шығатын боламыз. Матамыздың тігілген жағын оң бетіне аударамыз. Оған түйреуішпен аударуға болады, яғни түйреуішті жоғары жағына түйрейсіздер де сол түйреуішті жоғары басына дейін шығарасыздар. Ал егер түйреуіш жоқ болған жағдайда осылай сызғышпен немесе кез келген ұзын затпен аудара аласыздар. Резинканы байлап болғаннан кейін, бұл жерде екі матаның шеткі уыштарын ішіне қайырып тігіп шығамыз. Бұны қолмен тіксе де болады, немесе машинамен тіксеңіздер де болады. Машинамен тіккен жағдайда ішкі тігілген жақтан кішкентай жерін, яғни 1-2 см, тіпті 3 см болса да өте жақсы болады. Сол жақты сөгітіп алып, сол арқылы келесі матаның ұшын аударып, бір-біріне тігістерін қарата отырып, оң беттерін қаратып, айналдыра тігіп шығамыз. Резинканың екі ұшын тігіп болғаннан кейін, жаңағы сөгітілген жанынан алынған, сөгітіп алған матаның екі шеттерін біріктіре отырып, ақырын осындай машинамен көрсетпей тігіп алатын боламыз. Резинкамыз дайын болды. Тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.